Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бірге YouTube каналымыздағы видеолардың үстіне қойылатын суреттерді, яғни превью жасауды үйренетін боламыз. Ол үшін бізге Buzart қосымшасы керек болады. Оны App Store немесе Play Marketте жүктеп ала аласыздар. Енді Buzart қосымшасына кіреміз. Осы жерден плюс батырмасын басып, создать дегеніне төменде, соны басасыздар. Начать с нуля дейміз. Біз нөлден бастаймыз. Төменде екінші тұрған социальный сетиді таңдап, өзімізге керек форматты таңдап аламыз. Бізге міне YouTube форматы керек. Дәл осыны таңдап аламын. Жоғарыда дұрыс деймін. Енді оң жағында міне бізде төменде графика бөліміне барамын. Бұл жерде сіздер міне керек графикаларыңызды қоя аласыздар. Әртүрлі міне жануарлар барлығы бар, қарай берсеңіздер болады. Мен екінші форманы таңдаймын. Осы жерден шаршыны таңдап аламын. Мінекей бұл шаршыны таңдап, кез келген жерге қоя аласыздар, және түсін ауыстыруға болады. Төменде цвет дегенді басып, мынау коронамен тұрғандар ақылы версиясы, одан оң жағында коронасыз тұрғанның барлығы ақысыз. Осы жерден кез келген түсті таңдап қоя аласыздар. Енді екінші бетіне тағы да сол шаршыны таңдап алып келемін. Мінекей таңдап аламын. Бұның да түсін ауыстырып аламын. Ретке келтіріп өзіңіз қойып аласыз. Мінекей осылай. Бұл жерде де өзіңіз қалаған түске қоя аласыздар. Мінекей. Бір түсті таңдаймын. Мен сіздерге бұны мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Сондықтан сізде үйде өзіңіз әртүрлі жасап көре берсеңіздер болады, қолыңызды жаттықтырып. Мінекей енді графиканы таңдап, қайтадан үстіне жазу үшін осындай форматты таңдадым. Және бұны әртүрлі түске қоя аласыздар. Сіздің таңдаған түстеріңізге байланысты. Мен сары түсті таңдаймын. Неге мен сары түсті таңдаймын қазір. Ашық сарыны таңдадым. Дәл осылай міне кез келген жерге апарып қоя аласыз. Жоғарыға немесе төменге. Мен бұл сары түстің үстіне қара түспен жазу жазып қоямын. Сондықтан ашық сарыны таңдадым. Үстіне қарамен жазу үшін. Неге плюс батырмасын басып, текст дегенді бассаңыздар жазу жазасыздар. Мына жерде сурет қоюға болады. Наложение міне әртүрлі басып қарай берсеңіздер болады. Мен қазір бұны көрсетпеймін, текст жазамын. Сондықтан бұл жерге тақырып өзіңіздің видеоңызға сай тақырып жазасыз. Тақырып жазғанда адамды тартып тұратындай оффері жақсы болса, сіздің видеоңыз қаралады. Яғни, осы превьюңыз кәдімгідей тартымды болса, видеоңыз не туралы айқын білдіріп тұрса, онда сіздің оқырмандарыңыз міндетті түрде бұл видеоны соңына дейін қарайды деген үміттемін. Мен бір күнде қанша төлейді деген тақырыпты алдым. Осыны жаңағы сары бөлікке апарамын. Міне сары бөлім тұр ғой. Осы жерге қоямын. Мінекей. Енді YouTube деп ағылшынша жазамын. YouTube деген сөзді мен жаңа тақырыптың үстіне кез келген жерге орналастыра аламын. Бұны қызыл қыламын. Мінекей. Кішірейтіп, үлкейтіп, қай жерге қойғыңыз келеді, солай қоя бересіздер. Түсін ауыстыруға болады. Немесе жиектерін, қалыңдығын жіңішке қылып ауыстыруға болады. Мына жерде көлеңке түсіруге болады. Мінекей. Көлеңкенің ара қашықтығын жасауға болады. Мына екінші тұрған батырма міне. Алыстатып, жақындатып деген сияқты. Сіздер қолдарыңызды үйретіп, ерінбей қарай берсеңіздер болады, үйренгенше.
Мінекей, енді контур деген бар, соны бассаңыздар жиектемесін, мінекей көріп тұрсыздар, ақпен қалыңдатуға, жіңішке қылуға болады, иә. Оның түсін де ауыстыруға болады, жаңа төменде оң жағында красканың суретін басып. Енді мен сурет әкеліп қоямын, ол үшін жаңа фото суреттің үстін басып, фотоснимкеға барамын астында. Осы жерден мен өзім алдын ала мендегі дайын суретті аламын. Ақшаның суретін іздеп отырмын. Қазір менде ақшаның суреті бар еді. Сіздер де алдын ала осылай жүктеп қойсаңыздар болады, тақырыбыңызға сай. Және оны PNG форматында қию керек болса, Google-дан Remoji сайтында қия аласыздар. Мына жақты көрейін қазір. Міне ақшаның суретін кез келген осындай мен бірнеше варианты бар екен. Мен біреуін таңдаймын қазір. Неге біреуін таңдай салайын. Енді осыны өзім орналастырамын кез келген жерге. Мінекей осылай қойсақ болады. Енді сіздің суретіңізге байланысты, сіз қалай орналастырасыз, оны өзіңіз білесіз. Неге мен осылай қоя тұрайын. Енді суретіміздің екінші жағына осы фотоснимкейді басып барамыз. Қазір мен фотоснимкеден тағы галереядан таңдап аламын суретті. Осы жерден енді менде PNG форматында қиылған қыздың суреті бар. Осыны таңдаймын. Оны да апарып орналастырамын. Міне, ары бері жылжытып, өзіңіз настройкасын жасап қойып аласыз. Енді мына YouTube дегенді қыздың нұсқап тұрған сияқты қыздың қолының үстіне апарып қоямын. YouTube бір күнде қанша төлейді деген менде сондай сұрақ пайда болды. Дәл осылай сізде әртүрлі қылып өзіңіздің идеяңызбен күшті превьюлар жасай аласыз. Неге дәл осылай жасай бересіздер. Ақпаратым пайдалы болса, арнаға тіркеліп, қоңырауша басуды ұмытпаңыздар. Сохранить изображение деп сақтап аласыздар. Ол сізде автоматты түрде галереяңызға түседі. Арнаға жазылып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.